Елде коронавирус жұқтырған 20 науқастың жағдайы тым ауыр. Азаматтар жаһандық тыныс алу аппаратына қосылды. Аймақтардағы ахуал да мәз емес. Әсіресе Ақмола, Қарағанды, Қызылорда облыстарында індет ошағына Қайрат. Ау, мам. Вирус қарттар үйіне де жеткен. Жабық мекемеге жұқпалы індет. Қайда барасың? Жай, сыртқа шығып мусор тастап қайтайын деп. Әдемі киініп алып па? Енді сырттағы адамдардан ұят қой. Сыртта ешкім жоқ қой, балам ау. Бәрі карантин деп үйде отырған жоқ па? Сен де отыр. Коронавирусты 5 күн болды ғой үйде жатқаныма. Коронавирус сен ойлағандай емес. Әй, бүкіл ел шулап жатқан жоқ па? Сіз ақ жау шаптыра береді екенсіз. Айналайын ау, ең болмаса елге зиянымыз тимей, тыныш отырайық та үйде. Міне маска, перчатка. Уайымдамасаңшы, кішкентай бала емеспін ғой. Күйіп алам ғой. Құлыным ау, ай ойбай ау, қай жақта жүрсің осы уақытқа дейін? Сыртта болдым. Телефоныңды неге алмайсың, а? Без звукта қалып кеттім, ау. Тоқта. Темекі шегіп жүрсің ба не? Жоқ, а? Бергелші маған. Өфтешкән. Болмайтын нәрсе. Өфте деймін саған. Енді менен күмәнданбайтын шығарсыз. Ештеңе шегіп жүрген жоқпын мен. Коронавирус жұқтырған азаматтар саны күннен күнге өсуде. Әр азаматтан өз үйлеріңізде болуларыңызды сұраймыз. Ау, Ақмарал, коронавирус деген бәлені жұқтырып алғаны саумысың, а? Жоға, ешқайда бармасам, қайдан жұқтырам? Тұмау шығар, басылар. Аяман болшы әйтеуір. Мам? Жарайды, кейін қабаласам, я. Мен сыртта болам. Балам, сыртқа шығуын көбейіп кетті ғой. Үйде отырсаңшы. Өткендегі шыққаннан кейін 5 күн болды ғой үйде жатқаным. Мам, бәрі дұрыс па? Алло. Алло, Кайра. Иә. Қайдасың? Жолайықта? Алло. Қазір 1 минут. Иә, айта бер енді. Іш пысып кетті, үй жағы өтсе? Досым, ренжіме. Неге? Карантинде мен үйде болам. Мен үшін отбасым мен елімнің амандығы бәрінен қымбат. Саған да кеңес берем. Үйде отырайық.